Мезидің үрмелі бассейні. Ой, бүгін күн ыстық болып тұр. Мен қатты терледім, Мези. Иә, Талула, мен де қатты терледім. Біз енді не істесек болады? Талула, менде бір ой бар. Мези жүгіріп үйіне кетті. Тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік. Бөлмесіне жүгіріп келіп, өзінің үрмелі бассейні алды. Оны үрлей бастады. Талула, көрдің бе? Енді бізде үрмелі бассейніміз бар. Біз онда суға шомылсақ болады. Бізге сонда ыстық болмайды. Талула алып кеп ішіне су құя бастады. Мези мен Талула бассейнге түсуге арналған өздеріне ыңғайлы киімдерін киіп алды. Ой, кап, 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 кап. Ой, Талула, қарашы, біздің үрмелі бассейнімізден жыртық пайда болды, қарашы. Ондан су ағып жатыр. Енді не істейміз, Талула? Мен бір ой таптым, Талула. Бізде жапсырма қағазымыз бар. Чик-чик. Міне, енді бізге шомылуға болады. Менің үрмелі бассейнімнен су ақпайды. Бір кезде Мезидің досы Эдипл келді. Ол өте үлкен және де өзіне арналған арнайы ыңғайлы суға түсетін киімін де киіп келді. Эди келді де Мезидің бассейніне отырып алды. Ой, Эди, сен өте үлкенсің. Біз анда сыймаймыз, ал біз қайда отырамыз? Сол кезде Эди өзінің үлкен ұзын мұрнымен бассейннен су алды да Мези мен Талулаға шашты. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Ой, қандай рахат! Біз де енді сықтамайтын болдық. Ура, алақай! Барлығымызға да су жетеді.